Қайырлы күн, достар. Бүгін біз деген жауынгердің қатысуымен болатын комбинациялар жалғастырамыз. Енді комбинация жасардың алдында біз қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ақ патшаның жағдайы нашар, жауынгерлері бөгеттелген, және мына жауынгердің де алдында біздің патшамыз тұр. Сол себепті біз бұл жауынгерді тоқтатып алдық. Біздің жағдайымыз де онша емес, өйткені патшамыз деген егердегі жүріс қазір ақтардікі болғанда, уәзірмен былай кіріп, бізді әбігерге түсіреді. Бірақ қуаныш, енді жалпы жағдайымыз жақсы, біздің жүріс біздікі. Сол себепті біз деген құтыламыз. Шах деп айтамыз. Екі кемемізді де және өзіміздің уәзірімізді былай береміз. Енді қараңыздар, өте маңызды мәселе. Бұл жерде сіздер деген уәзірді таңдамайсыздар, ат таңдайсыздар. Себебі, көрдіңіздер ғой, сіздердің жауынгерлеріңіз атқа айналып, енді екі соққы әдісін пайдаланады. Мысалы, былай жүрсе, біз мынаны жек қоямыз. Келесі мынаны жейміз, содан кейін мына жаққа барамыз да, және мынаны жек қоямыз. Тағы бір рет көрсетемін. Біз мына жауынгердің алдында, мына бөгет тұр. Білесіздер ғой, осы бөгетті алып тастау үшін біз бірінші шах дейміз. Ол жейді. Содан кейін былай барамыз, ол жейді. Және біз атқа айналдырып, екі соққы әдісін пайдаланамыз. Көрдіңіздер ғой, жауынгердің қатысуымен болатын комбинация бар. Көбінесе осы өтетін жауынгер басты рөлде және басты кейіпкер болып келеді. Осындай жағдайлар болады. Көрдіңіздер ғой, біз жауынгерімізді тек қана уәзірге емес, анда-санда кемеге, пілге, атқа, немесе басқа да ойыншыларға айналдыруға тырысуымыз керек. Келесі мысал. Көрдіңіздер ғой, комбинация жасау үшін барлық негіз бар. Қара патша нашар, жауынгерлер онша емес, уәзір жырақта жүр, кеме көмектесіп атқан жоқ, тек қана жалғыз мына кеме ғана көмектесіп жатыр. Сол себепті біз осы нәрселерді пайдаланамыз. Біздің де патшамыздың жағдайы онша емес. Егер де біз тез арада тез қимылдамайтын болсақ, мына ашық шах тақырыбына түсіп қаламыз. Шах, өтетін жауынгеріміз шах, және атқа айналдырамыз. Көрдіңіздер ғой? Қандай керемет жауынгердің қатысуымен болатын комбинация бар. Шах, артқа қарай шегінеді, және біз оған мынандай мат қоямыз. Көрдіңіздер ғой? Міне, көрдіңіздер? Жауынгердің қатысуымен болатын комбинация бар. Енді ойынның басында да мынандай комбинациялар жүзеге асыруға болады. E4, C4, және былай жейміз. Негізгі орталықтағы жауынгердің көзін жоямыз. Және былай, екі соққы әдісі. Мына жерге, және мына жерге. Егер ол жейтін болса, біз орталықты басып аламыз. Көрдіңіздер ме? Біздің мынандай жауынгеріміз бар болады. Содан кейін мынандай біздің ұзақ мерзімді біздің артықшылығымыз болады. Неге? Өйткені бұл піл, қарсыласта бұндай піл жоқ. Сол себепті біз бұны ұтымды пайдаланамыз. Біздің қолымыздағы қару қарсыластың қолында жоқ. Келесі. Енді сол баяғы комбинация жасау үшін белгілі бір талаптар орындалуы тиіс. Мысалы, қара патшаның жақсы, бірақ қара патшаның жауынгерлерінің жағдайы онша емес. Біз білеміз, мынандай жауынгерлерді батыраңқы жауынгер дейміз, мынандай жауынгерлерді қатарласқан жауынгерлер дейміз, мынандай жауынгерді бөлініп қалған жауынгер деп атаймыз. Және тағы да қарап байқасаңыздар, ат және піл өте ыңғайсыз жақта орналасқан. Сол себепті не атты, не пілді ұстап алуға тырысайық. F4 ол бізге бөгет қояды, бірақ біз деген қайтпаймыз. Бұлай жүреді, жейді, және біз екі соққы әдісін пайдаланамыз. Көрдіңіздер ғой? Жауынгердің қатысуымен болатын комбинациялар осындай болады. Келесі.
мынаны көрдік, жауынгеріміз атқа өзгерді. Мынаны көрдік, жауынгеріміз тағы да бір рет атқа өзгерді, өзгеріп, және жауынгердің қатысуымен мына жерде біз деген айырбастадық. Айырбастағанда бізде піл пайда болды, піл пайда болды, және орталықта мынандай керемет жауынгеріміз пайда болды. Келесі, мына жерде біз мына пілмен, мына аттың ыңғайсыз және орналасуын пайдаландық. F4, F5 және G4 жейді, және біз бұлай әдемілеп тұрып ұстап аламыз. Не пілді, не атты ұстап аламыз. Немесе мына пілді біз деген қолға түсірдік. Көрдіңіз ғой, мына жаққа да бара алмайды, мына жаққа да бара алмайды, мына жаққа да бара алмайды. Келесі мысалды көрейік. Енді сол баяғы комбинация жасау үшін қандай бізде талаптар орындау керек? Ақ патшаның жағдайы нашар, жауынгер нашар. Мына жауынгерді біз тоқтаттық, бұл өтетін жауынгер, аты қиын жағдайда тұр. Кішкене болса тәуір ойыншыларының бірі піл, және мына кеме. Мына уәзір, мына жауынгерді бөгет жасап тұр, және солай. Сол себепті мына біздің жауынгеріміздің алдында мынандай кедергі болып тұр, уәзір ретінде. Сол себепті біз уәзірді басқа жаққа ауыстырайық. Біздің жағдайымыз жақсы, жауынгерлеріміз күшті, барлығы дұрыс, және кемеміз белсенді, уәзіріміз белсенді. Біздің қолымызда мынандай керемет қару бар, піл бар. Бұндай піл қарсыласта жоқ. Сол себепті ол біздің қаруымызды ұтымды пайдаланамыз болашақта. Жүрдік, ол жейді. Ашық шах тақырыбын еске түсірейік. Ашық шах тақырыбын еске түсірейік. Шах. Кеттік, және атқа айналдырамыз. Көрдіңіздер ғой? 1, 2. Ал мынаны, мына піл әдемілеп тұрып жасап тұр. Содан кейін тағы да қараңыздар. Қарсылас өзінің несіне осындай әдемі мат қоямыз. Келесі. Енді байқадық. Мынау біздің өтетін жауынгеріміз, болашақ уәзіріміз. Мына жауынгерді тоқтатып тастады. Оның алдында піл тұр, және жауынгер тұр. Біздің бар арманымыз, мына жауынгерді уәзірге айналдыру керек. Және осы комбинацияны пайдалану керек. Егер де қазір қарсылас мына атымен мына жауынгер жек қоятын болса, біздің жағдайымыз мүшкіл болады. Біз ұтыламыз. Сол себепті тез арада комбинация жасауға тырысуымыз керек. Жейді. Енді патшамызды, енді жауынгерімізді алдыға қарай жылжытамыз. Ол былай жүреді. Шах. Сол баяғы екі соққы әдісі. Егер де былай жейтін болса, біз мынаны жек қоямыз, және уәзірге айналамыз. Уәзірге айналамыз. Ал егер де мынаны жейтін болса, онда біз мынаяқта уәзірге айналамыз. Міне осындай комбинациялар жауынгердің қатысуымен болады. Ұмытпаңыздар, көбінесе бұл жағдайлар өтетін жауынгермен байланысты. Тағы да бір рет ескертем, бұндай комбинациялар өтетін жауынгермен байланысты. Себебі ол жауынгер тез жүреді, және ол деген уәзірге, кемеге, пілге, атқа өзгере алады, немесе айналады. Сол себепті. Каналымыздың адамдары көбейіп жатыр, өте керемет. Мен оған өте қуаныштымын. Көрсетілімдер көбейіп жатыр. Соған байланысты сіздерге барлықтарыңызға рахмет, алғысымды білдірем. Қазақ тілінде шахматты дамытуға өзіміздің үлесімізді қосайық. Жарайды, сау, сәлемет болыңыздар.